Қалайсыңдар қыздар? Менің мастер-классыма қош келдіңіздер. Бұл мастер-класста осындай әдемі стильдерді бірге тоқып үйренетін боламыз. Екі түрлі тоқылуын беремін. Біріншісі осындай объемный, пышный, екіншісі обычный, осындай. Екеуін де тоқып көрсететін боламын. Иранский жіп керек болады, 100 граммда 300 метр. Мен 1,5 крючокпен тоқимын. Егер мен сияқты бос тоқитын болсаңыздар, осындай номері 1,5 миллиметрлік крючок алуға кеңес беремін. Ал негізі бұл жіпті номері 2,5 крючокпен тоқуға кеңес береді. Жалпы бәріңіз білетін шығарсыздар, иә, амигуруми кольцосын жасап аласыздар. Сосын жоғарыға 3 ауадағы ілмек тоқимыз. 1, 2, 3. Және осы шеңбердің ішіне мына бағанды қосып тұрған кезде 12 баған тоқимыз. 2, 3, 4, 5. Осылай 12 баған болғанша тоқып шығыңыздар. Міне 12 баған тоқыдық. Енді мына жердегі жіпті тартсаңыздар, сақина кішірейтін болады, иә? Оны бәріңіз білесіздер. Енді бірінші бағанның 3-ші ауадағы ілмегімен соединение арқылы біріктіреміз. Ілмекті шығарып аламыз да, келесі ілмекпен біріктіріп арқылы соединение жасаймыз. Енді ауада 3 ілмек тереміз. Және қарасаңыздар, мына ілмектің үстіне тағы біреуін тоқитын боласыздар. Енді екінші қатарда 12 бағанды 24 баған қыламыз. Ол үшін әр бағанның үстіне 2 бағанмен прибавка жасаймыз. Міне, бір бағанның үстіне 2 бағанды тоқып отырмыз. Келесі тағы бір бағанның үстіне 2 баған тоқимыз. 1, 2. Қайталаймыз. Қатар соңына дейін осылай прибавка жасайсыздар. Бір бағанның үстіне 2 бағанды тоқимыз. Сонда 24 баған шығу керек. Қатардың соңына келіп қалдық. Міне, соңғы бір бағанның үстіне 2 баған тоқып жатырмыз. Бірінші бағанның 3-ші ілмегімен біріктіреміз, соединение жасаймыз. Бізде 24 баған болды. Енді осы 24 бағанды 36 баған қылуымыз керек. Ол үшін дәл жаңағыдай бірінші бағанға прибавка жасаймыз. Одан кейінгі бағанға прибавка жасамай, тек бір баған тоқып шығамыз. Қайтадан келесі бағанға прибавка жасаймыз, яғни бір бағанның үстіне 2 баған тоқимыз. Ал келесісіне тек қана бір баған тоқимыз. Көрдіңіздер ғой? Міне 2, 1, 2, 1. Осылай қайталасаңыздар, бізде 36 баған шығады. Прибавка жасамаймыз. Прибавка жасамайсыздар. Прибавка жасаймыз. 2, одан кейін жасамайсыздар. Сосын тағы бір айтарым, кішкене қатты қылып, тығыздау қылып тоқысаңыздар, стильдеріңіз әдемі көрінетін болады. 2, міне, келесісіне біреуін тоқимыз. Осылай қатардың соңына дейін тоқып шығыңыздар.
қатардың соңына жақындадық. Прибавка жасамаймыз. Қатардың соңы бір бағанмен бітуі керек. Енді бірінші бағанмен соединение жасаймыз. Сонымен үшінші қатарымыз аяқталды. Төртінші қатар тағы да прибавка жасаймыз. Үш ауадағы ілмек, қайтадан сол жерге барып бір ілмекті оқимыз. Прибавка. Енді прибавкадан кейін екі рет баған тоқимыз. Бір, екі. Міне. Көрдіңіздер ғой? Прибавка. Бір, екі. Қайтадан прибавка. Біз осы қатарда 36-ны 48-ге көбейту керекпіз. Міне. Прибавка жасадым. Енді екі баған тоқим. Міне. Қайтадан прибавка. Бір, екі. Көрдіңіздер ғой? Осылай қатардың соңына дейін жалғастырамыз. Прибавка. Бір, екі. Қатардың соңына жақындадық. Прибавка жасаймыз. Сосын бағанның үстіне бір, әр бағанның үстіне жеке-жеке екі. Енді соединение жасаймыз. Енді ешқандай прибавкасыз тек әр бағанның үстіне баған тоқу арқылы үш қатар тоқимыз. Сосын әр қатар сайын өздеріңізге сенімді болу үшін санап отырғандарыңыз дұрыс. 12, 24, 36, 48. Осындай болу керек. Міне, мен енді 48-ден кейін ешқандай прибавка жасамай, тек әр бағанның үстіне баған тоқу арқылы үш қатар тоқитын боламыз. Соңғы үшінші қатарда кездесеміз. Оған дейін өздеріңіз самостоятельно үш қатар тоқыңыздар. Әр қатардың соңында соединение арқылы біріктіресіздер. Одан кейін жоғарыға үш ауада ілмек тоқу арқылы жаңа қатарды бастап, әр бағанға баған тоқу арқылы қатарды тоқитын болыңыздар. Үш қатар тоқығандан кейін кездесеміз. Қыздар, тоқымамызды жалғастырамыз. Мен үш қатар тоқтым. Былай есептесеңіздер болады. 12, 24, 36, 48. Сосын еш өзгеріссіз 48, 48, 48. Тоқымамызды жалғастырамыз. Ауадағы үш ілмек. Енді әр бағанға баған тоқимыз. Бұна бағанды қосқанда 13 баған болу керек. Екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Үш ауадағы ілмек. Астынан
4 ілмекті өткізіп жібереміз. 1, 2, 3, 4. Бесіншісіне баған тоқимыз. Тағы бір бағанды осының ішіне тоқимыз. 2 ауадағы ілмек және осы жерге тағы 2 баған тоқимыз. Бес ауадағы ілмек астынан 6 ілмекті өткізіп жібереміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7-ші ілмекке баған тоқимыз. 4 ауадағы ілмек қайтадан сол жерге баған тоқимыз. Сонда бізде осындай арка шығу керек. Енді 5 ауадағы ілмек тағы да 6-ауын өткізіп жібереміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7-шісіне баған тоқимыз. Тағы бір баған тоқимыз. Ауада 2 ілмек, осы жерге 2 баған тоқимыз. Сонда бізде осындай арка шығады. 3 ауадағы ілмек төменнен 4-еуін өткізіп жібереміз. 1, 2, 3, 4. Бір баған тоқимыз. Енді осы жерге дейін баған тоқып шығамыз. Бұл жерде 12 баған болады. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Және бірінші бағанмен соединение жасаймыз. Біріктіреміз. Жоғарыға 3 ауадағы ілмек. Енді қараңыздар. Мына жердегі 12 ілмек баған, 12 баған тоқимыз. 3 ауадағы ілмек, сосын мына жердегі арка ол қайталана береді. Сондықтан мен сіздерге қазір көрсетпеймін, өздеріңіз тоқып аласыздар. Міне, әр бағанның үстіне 12 баған тоқимыз. Мынаумен 13 болады. Сосын 3 ауадағы ілмек, сосын мына арканың ішіне, 2 баған, ауадағы 2 ілмек, 2 баған. Мына жерге келген кезде кездесеміз сіздермен. Міне мен тоқып болдым. 12 баған, 3 ауадағы ілмек, 2 баған, 2 ауадағы ілмек, 2 баған. Енді 1 ауадағы ілмек, сосын мына арканың ішіне 10 баған тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бір ауадағы ілмек. Ары қарай жаңағы басындағы узорды қайталаймыз. Мына жерге арканың ішіне 2 баған, ауадағы ілмек 2 баған, сосын 3 ауадағы ілмек, сосын әр қайсына 12 баған тоқып соединение жасаймыз. Енді мына жерге келдік. Бұл жерде уже узор тоқитын боламыз. 1 ауадағы ілмек, сосын әр қайсына 1 баған тоқимыз. Араларында 1 ауадағы ілмек болу керек. Тоқыдым. 1 ауадағы ілмек, 2-ші баған, 1 ауадағы ілмек, 3-ші баған, 1 ауадағы ілмек, 4-ші баған, 1 ауадағы ілмек, 5-ші баған,
бір ауадағы ілмек 6-шы баған, бір ауадағы ілмек 7-ші баған, бір ауадағы ілмек 8, бір ауадағы ілмек 9, бір ауадағы ілмек 10. Бір ауадағы ілмек, сосын мына арканың ішіне арка тоқимыз. 2 баған, 2 ауадағы ілмек 2 баған. Сосын 3 ауадағы ілмек, сосын мына жерге 12 баған тоқып шығасыздар. Соединение жасайсыздар. Сосын жаңа қатар бастаймыз. 3 ауадағы ілмекті жоғарыға көтерілеміз де, қалған жеріне 12 баған тоқып шығамыз. 3 ауадағы ілмек, сосын мына жерге арка тоқимыз. 2 баған, 2 ауадағы ілмек 2 баған. Мына жерге келген кезде кездесеміз. Аркамызды тоқып бітірдік. Енді 2 ауадағы ілмек тересіздер. Сосын бірінші бағанға осылай баған тоқимыз. Сосын 2 ауадағы ілмек. Сосын бір бағанды өткізіп жібереміз де, мына жердегі бос кеңістікке баған тоқимыз. 2 ауадағы ілмек. Сосын екеуін өткізіп жібереміз. Мына жердегі бос кеңістікке тоқимыз. 2 ауадағы ілмек. 2 бағанды өткізіп жібереміз де, мына жердегі бос кеңістікке тоқимыз. 2 ауадағы ілмек. 1-2 баған өткізіп жібереміз. 2 ауадағы ілмек және соңғы бағанның төбесіне баған тоқимыз. 2 ауадағы ілмек. Уже ары қарай білесіздер қалай тоқитынын. Жаңа қатарды бастайын деп жатырмын. 3 ауадағы ілмек және келесі 12 бағанға 12 баған тоқимыз. Өздеріңізге сенімді болу үшін бағандарды санап отырсаңыз болады. Басында 13 баған тоқылуы керек. Соңында 12 баған тоқылуы керек. Өздеріңізге сенімді болу үшін не азайып, не көбейіп кетпес үшін әр бағанды санап отырыңыздар. 12, 13. 3 ауадағы ілмек. Арканың үстіне арка жасаймыз. 2 баған, 2 ауадағы ілмек, 2 баған. 3 ауадағы ілмек. Енді мына жерге пышный столбиктер жасаймыз, бағандар жасаймыз. Ол үшін іліп алдық. Міне, мына бірінші терезе. Мына жерге емес, мына жерге тоқисыздар. Біреуін алып шығамыз. Тоқымаймыз. Келесісін ілеміз де, екіншісін алып шығамыз. Тоқымаймыз. Үшіншісін алып шығамыз. Төртіншісін алып шығамыз. Бесіншісін алып шығамыз. Бесеуін алғаннан кейін бәрін біріктіреміз. Өткіземіз. Басын біріктіреміз. Енді 1 ауадағы ілмек. Осыны 5 рет қайталайсыздар. Ілеміз. 1, 2, 3, 4, 5. Енді бәрінің төбесін біріктіреміз. 1 ауадағы ілмек. Келесі 1, 2, 3, 4, 5. Біріктіреміз. 1 ауадағы ілмек. Келесі 1, 2, 3, 4, 5. Басын біріктіреміз. 1 ауадағы ілмек.
және соңғысы 1 2 3 4 5 ауадағы ілмек. 3 ауадағы ілмекті оқимыз да жаңағы узорымызды қайталаймыз. 2 баған, 2 ауадағы ілмек, 2 баған. Сосын 12 баған тоқимыз. Бұл жерде 12, 13 емес, 12 санап отырыңыздар. 12 бағанды тоқып соединение жасаймыз мына жерге. Мына узорда бізде 5 болу керек. Не аз, не көп болмасын. Бұны да санап отырыңыздар. 1, 2, 3, 4, 5. Міне, жаңа қатарға көштік. Енді 4 ауадағы ілмекті оқисыздар. Енді мына орталарындағы 1 ауадағы ілмекті оқыдық қой. Сол жерлерге пышный бағандар тоқимыз. Ол үшін жаңағыдай аламыз. Сосын 2 пышный столбиктердің ортасындағы мына жерге 1, 2, 3, 4, 5 басын біріктіреміз. 1 ауадағы ілмек. Келесі екеуінің ортасына 1, 2, 3, 4, 5 басын біріктіреміз. Тағы 1 ауадағы ілмек. Келесі екіншісінің ортасына 1, 2, 3, 4, 5 1 ауадағы ілмек. Және соңғысы 2, 3, 4, 5 басын біріктіреміз. 1, 2, 3 ауадағы ілмек және бағанды тоқып кетеміз. Бұл жерге арк тоқисыздар, білесіздер, 2 баған, 2 ауадағы ілмек, 2 баған. Әрі қарай өздеріңіз тоқыңыздар. 3 ауадағы ілмек және 12 баған. Сосын келесі жаңа қатарды қалай бастайтын білесіздер ғой. Мына жерге келген кезде кездесеміз. Міне аркымызды тоқып болдық. Енді 4 ауадағы ілмек тоқимыз. Енді жаңа әрекетті қайталаймыз. 1, 2, 3, 4, 5 басын біріктіреміз. 1 ауадағы ілмек. Келесі 1, 2, 3, 4, 5 басын біріктіреміз. 1 ауадағы ілмек. 1, 2, 3, 4, 5 басын біріктіреміз. 1 ауадағы ілмек. Сосын негізі 4 болады. 4 ауадағы ілмек. Сосын аркамызды жалғастырамыз. 2 ауадағы ілмек, 2 баған. Жалпы мына узорыңызды қарасақ, кішірейіп келе жатыр. Басында 5 болды, 4 болды, 3 болды. Енді келесіде 2-ін тоқитын боламыз. Мына жерде 3 ауадағы ілмек, 12 баған тоқисыздар. Жаңадан қатар бастаңыздар. Сосын мына жерде кездесетін боламыз. Міне, арканы тоқыдық. Енді 5 ауадағы ілмек тоқимыз. Сосын жаңа жерімізге 1 пышный столбик тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5 басын біріктіреміз. 1 ауадағы ілмек. Қайтадан қайталаймыз. 1, 2, 3,
4, 5. Басын біріктіреміз. 1, 2, 3, 4, 5 ауадағы ілмек және арканың үстіне арка тоқимыз. Келесі қатар басталған уақытта кездесетін боламыз. Қатарды аяқтауды білесіздер. Міне, арканы тоқып болдым. Енді соңғы пышный столбигіміз қалды. Ол үшін 6 ауадағы ілмек тоқимыз. Міне, 2 пышный столбиктің ортасына біреуін тоқимыз. 4, 5. Басын біріктіреміз. Сосын 6 ауадағы ілмек. Аркаға арка тоқимыз. 1, 2 арка, 2 ауадағы ілмек, 2 баған, 3 ауадағы ілмек және 12 баған тоқып шығамыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Біріктіреміз. Осы жерден жібімізді қиып тастаймыз. Бізде осындай сілдейіміздің басы шығады. Енді табанын тоқу үшін осылай тұрған кезде, міне, мына жердегі аркамыз бар ғой біздің. Соның біріншісіне жіп жалғаймыз. Біріншісіне жіп жалғаймыз. Жоғарыға 3 ауадағы ілмекті көтереміз. Екінші бағанға екінші баған тоқимыз. Сосын арканың ішіне 1 баған тоқимыз. 2 бағанның төбесіне 2 баған тоқимыз. Сосын мына жердегі 3 ауадағы ілмекке 3 баған тоқисыздар. 1, 2, 3. Мына жерде негізі 13, 12, 25 баған бар, е. Бірақ біз 24 баған қылып тоқу керекпіз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Міне, мына бағанды тастап кетесіздер, бұл жерге тоқылмайды. Келесі бағаннан бастаймыз. 13, 14. Мына жаңа қиған жібімізді осылай айналдырып бірге тоқып кетіңіздер. Жіпті жасыру үшін. Жиырма үш, 24.
мына жердегі 3 ауадағы ілмекке 3 баған тоқимыз. Сосын бағандардың үстіне баған, мына жердегі ауадағы 2 ілмектің орнына 1 баған тоқып кетесіздер. Сосын 2 баған. Сонымен бізде бірінші қатар аяқталды. Екінші қатарға көшу үшін осы жерден 3 ауадағы ілмек, тоқымамызды бұрамыз. Енді әр бағанның үстіне бір бағаннан тоқып шығасыздар. Бізде барлығы 40 баған болу керек. Санап отырыңыздар, өздеріңізге сенімді болу үшін, қайтадан тарқатып, қайтадан тоқып жатпас үшін әр бағанды санап отырғандарыңызды дұрыс болады. Осылай еш өзгеріссіз тек әр бағанның үстіне баған тоқу арқылы қатарымызды жалғастырамыз. Міне, қатарымызды аяқтап қалдық. Соңғы. Осы жерде мына бағанды тоқып кетпеңіздер. Қатарым аяқталды ғой деп тоқып кетпеңіздер. Бұны тоқымасаңыздар, қысқара береді, бағандарыңыз, нелеріңіз дұрыс шықпауы мүмкін. Бұл жаңағы біздің басындағы 3 ауадағы ілмегіміз, оның төбесіндегі ілмекке баған тоқимыз. Міне. Осылай айналдырып 8 қатар тоқисыздар. Міне, біз 2 қатарын тоқыдық. Осындайдың 8-і болу керек. Ешқандай қоспайсыздар, ештеңе, тек 40 баған болма, 40 бағанды қайталап тоқи бересіздер айналдырып. 8-ші қатарды тоқисыздар, 9-ші қатарда біз сіздермен кездесетін боламыз. Міне, 2-ші бағанға тоқимыз. Осылай жалғастыра бересіздер. Әр бағанның үстіне 1 баған. Міне қыздар, мен 8 қатар тоқыдым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Енді 9-ші қатарда қысқартамыз 1 бағанға. Бізде барлығы 40 баған, соның жартысына дейін тоқимыз. Қырықтың жартысы 20 баған. 19 баған тоқып, сосын 1 бағанға қысқартсаңыз болады. Прям санап қысқартам десеңіздер. Ал мен өзімнің қолданатын лайфхак деп айтайын ба. Мен былай жасаймын. Осылай тоқып келе жатамда, екеуін біріктірген уақытта, мына жерге жақындаған уақытта тоқтатам. Сосын 1 бағанға қысқартам. Мысалы, қазір жақындап қалдық. Осылай ұстап көрем, екеуін біріктіріп. Не ортасы болды, Енді осы жерге келген кезде 1 бағанға қысқартамыз. 1 тоқимын. Бұны аяқтамай, тағы 1 бағанды қосып тоқимын. Сосын екеуін біріктірем. Сол кезде 2 бағанымыз 1 баған болып есептелінеді. Қайтадан соңына дейін жалғастырамыз. 10-ші қатарға көштік. Енді біздің жаңа қысқартқан жеріміз осы жер. Осы жерге 1 баған қалған кезде тағы да 1 қысқарту жасаймыз. Міне, мына біздің жаңағы қысқартқан жеріміз. Соған 2 баған жетпей тоқтадық. 1 рет қысқартамыз, міне. Сосын тағы 1 қысқарту.
соңына дейін тоқымаймыз. Екінші бағанды тоқимыз. Сосын екеуін біріктіреміз. Міне 2 рет қысқарды. Енді қатар соңына дейін еш өзгеріссіз барлық бағанның үстіне бір баған тоқып шығамыз. Енді мына екеуін біріктіреміз. Ол үшін следиміздің теріс қаратай қаратамыз осылай. Тігісіміз іш жағында қалу үшін, сосын екі жақты теңестіріп аламыз. Сосын мына жердегі бірінші бағанның төбесіне өткіземіз. Екеуін былай біріктіреміз. Сосын әр ілмекпен ана жақта екі ілмекті біріктіріп отырып тоқимыз. 1 2 1 2. Осы жерден жібімізді қиямыз. Сосын бұл жіпті былай жасырып тастасаңыздар болады кез келген жерге. Чтобы өз-өздеріңізге сенімді болу үшін, ол жіп ешқайыққа кетіп қалмас үшін. Сосын артық жіпті қиып тастайсыздар былай. Енді следиміз дайын. Жанына былай мына жерлерге әдемі болып көрініп тұру үшін обводка жасаймыз. Следиміз осылай тұрған кезде мына бұрышынан бастайсыздар. Жіпті жалғаймыз. Сосын әр тесікке просто тоқып отырамыз. Өздеріңіз қай жерге, бұл жерде интуиция ғой, мына жерге тоқиды деген жоқ. Көрініп тұрған жерде қай жерге тоқығыңыз келеді, қалай әдемі болып тұру керек, сол жерге тоқып шығасыздар. Қатты жиі тоқымаңыздар, слегка қысып тұратындай тоқсаңыздар болады. Мына 6 ілмекке 6 ілмек тоқсаңыздар болады. 2, 3, 4, 5, 6. Мынаның төбесіне бір ілмек тоқып кетейік. Сосын 6 ауадағы ілмекке 6 ауадағы ілмек тоқимыз. 3, 4, 5, 6. Және жаңа бастаған жерімізге соединение жасаймыз. Бір ілмек тоқып қиып тастаймыз. Сосын бұл жіпті де былай жасырып ішіне қарай.
ішіне қарай жасырып жіберсеңіздер болады. Сосын артық жіптерді былай қылып тастайсыздар. Сонымен біздің следейіміз дайын. Міне мына жердегі артық жіпті де бір жуып алсаңыздар өзі қалпына келетін болады.